Оңаша арал. Түн ортасы ауғанда тас қалада тыныштық орнады. 9 қабатты үйдің табанындағы шағын кафеден тынбай естіліп тұрған музыка енді ешкімге керек болмай қалғанын сезгендей сап тыйылды. Сәлден соң соңғы қонақтар есік алдына шығып такси күтті. Күндізгідей жап-жарық, кең көшенің бойымен үлуде бір зымырап өте шығатын бірлі жарым көліктің үні сәт сайын қоюлана түскен тыныштығына лезде жұтылып кетіп жатыр. Қонақтар да біртіндеп сүйреп әлгі машиналармен бірге сарғыш кеңістікке сіңіп барады. Ең соңында қалған екеу, орта бойлы, шымыр денелі еркек пен талдырмашта ұсынбатты келіншек. Енді біз не істейміз дегендей біріне бірі қарап кідірістеп қалған. Үнім шыға ма шықпай ма деп тексергендей тамағын кенеп бір жөтеңкіреп алған еркісі. Рұқсат болса мен сізді шығарып салайын, деді сап-сау қоңыр үнімен. Келіншек үнсіз келісіп оған жымия қарады да көзін жұмып басын изеді. Ендігі такси біздікі, деп еркісі оның оңай келіскеніне қуанғандай көше бойына үміттене көз тікті. Қажеті жоқ, келіншек басын шайқады. Мен осы маңда жақын жерде тұрам, бар болғаны бірақ квартал. Солай майды. Еркісінің алғашқы арыны басылып, аздап аптырап қалғандай болды. Мен өзім-ақ қайта берсем болар еді, деді келіншек өз тәуелсіздігін әлсіз ғана қорғауға талпынғандай ниетпен. Бірақ анау жерде бір саябақ бар, білетін шығарсыз. Содан жалғыз өтуге қорқып тұрғаным. О не дегеніңіз, деді еркісі шапшаңдата жауап беріп. Мен сізді жалғыз жібермеймін. Содан соң олар көше шегіндегі тротуар бойымен ақырын аяңдап, иық-түйістірек қатар жүрді. Екеуінің бойы шамалас екен. Келіншек жігіттің қолтығына сүйеніп, сәл иіліп тақалып келеді. Олар әлгінде кафеде де қатар отырған болатын. Екеуі де жалғыз келген соң солай болды ма, әлде күтпеген кезде соқтың шапағаты ма, ол жағына ой жүгіртіп те жатпады. Бір-бірін бұрыннан танитын сыйлас амандастарша сыпайы сөйлесіп, ептеп әзіл қалжың жарыстырып, жарасын тауып ақ отырды. Кафеден шыққан соң да сол жарасымдылықты қиып кете алмай, бір-біріне қарайлап тұрып қалғаны соданды. Қалай, бүгінгі кеш ұнады ма сізге? Деді еркісі тағы да үйреншікті әдетімен тамағын кенеп даусын тексеріп алып. Келіншек әуелі иығын қозғады. Білмеймін, деді содан соң ұзақ кештен шаршағандай үнмен. Қазір 40 жасты тойлау модаға айналып бара жатқан сияқты ғой. Бұрын қарт кісілер 40-ты тойлауға болмайды деп жатушы еді. Бірақ бүгінгі тойдың қызықты өтпеуіне оның зәредей де әсері жоқ шығар я. Ал сізге ше, сізге ұнады ма? Маған әрине ұнады. Сондай бір көңілді жақсы отырыс болды. Бұл кештің маған ерекше ұнағаны тағы да бір себебі сіздей әдемі тамаша келіншекпен таныстырғаны десем артық бола қоймас. Ой, деді келіншек оны жеңіл әзілге қарай бұрып. Басталды әне. Жоқ, шын айтам. Мүмкін сіз маған ғашық болып қалған шығарсыз. Келіншек сыңғыр етіп күлді. Солай? Еркісі де күлген болды. Солай сияқты. Жоқ, сіз нақтылап айтыңыз, солай ма әлде солай сияқты ма? Келіншек оның қолынан тартып тоқтатып, бетіне күлімсірей қарап жауап күтті. Солай, деді еркісі бірдемені білдіріп қойып, қолға түсіп қалған сотқар баладай қайта-қайта басын шұлғып. Деді келіншек даусын созы таңғалып. Өткінші жаңбыр секілді мұндай қысқа мерзімдік махаббаттар сіздің өміріңізге жиі болып тұра ма? Жоқ, деді еркісі біртүрлі аптырап қалып, басын шайқап. Өткінші емес. Деді келіншек даусын құбылтып, көзін төңкере қарап. Мәңгілік пе еді? Ой, кешіріңіз, мен сізді түсінбей қалыппын. Еркісі оның әзілін жаңа ғана түсінгендей басын шайқап, кеңкілдеп күліп алды да, қайтейін енді, деді өз жеңілісін ашық мойындап. Бар шыным осы. Келіншек әлдене деуге оқтала беріп еді, алдыңғы жақтан қырауытып көрінген саябақтың ішімен өтетін жалғыз аяқ жолдың шетіне кеп іліккендерін сезіп үнсіз қалды. Еркісінің қолынан қаттырақ ұстап жабыса түсті. Саябақ ішінде екеуден оңаша отырғанда, бір жерге топтанып темекі тартып, сыра ішіп, музыка тыңдап тұрғанда жастар көп еді. Олар да дәл жанынан өткен ағаштың түбінде біріне бір жабысып, өліп-өшіп аймаласып тұрған қыз бен балада біреулер келе жатыр екен-ау деп айылын да жиған жоқ. Қайта бұлар жақындаған кезде
Бізді көрдіңдер ме дегендей үстеріндегі футболкаларын жандасыла шешіп, жартылай жалаңаштанып алды. Саябақтың сыртына шыққанда барып келіншек деп демін алды. Құрсын өттік ау әйтеуір. Сонша неге қорықтыңыз? Деді ер кісі таңғалып. Қалай қорықпассың, жер бетіндегі сұмдықтың барлығы осы саябақтың ішінде қайталанып жатқан жоқ па? О не дегеніңіз, бәріміз де жас болып көрдік қой. Түні бойы қыдырып, саябақтарды шарлаған кезіміз көп болды. Соның бәрі де жастыққа тән романтика, қызық емес пе еді? Рас, бүгінгі жастар біртүрлі қаталдау болып барады. Әрі беттері де ерте ашылып кеткен сияқты ма қалай? Ой, айтпаңыз, деді келіншек алақанымен бетін қалқалап. Сұмдық тегі, сіз бен біздің кезіміздегі саябақ, айлы түн, жұлдыз таспан қайда? Бұлар мүлде басқаша түсінеді. Қазір ай дегеніңіз әскери база, жұлдыз дегеніңіз бір-бірімен соғысып жатқан планеталар. Ал мыналардың бәрі терминаторлар мен киборгтар болып кеткен жоқ па? Кешіріңіз, сіздің балаларыңыз жас шығар әлі? Иә, деді ер кісі, өзінің де балалары бар екен енді ғана есіне түскендей. Үлкен ол 6-шы класста оқиды. Мінезі сізге тартқан ба? Қайда, молда мыналар секілді аздап сотқарлау сияқты. Бірақ алма өз ағашынан алысқа түспейді деуші еді. Міне, келіп те қалдық, деді келіншек 4 қабатты қызыл кірпіш үйдің алдына жеткенде тоқтап. Мен осында тұрам, шығарып салғаныңыз үшін мыңда бір рахмет сізге. Шайға шақырмайсыз ба? Жоқ, деді аяқ астынан мұңая қалған келіншек басын шайқап. Түн ортасындағы қайдағы шай? Иә, деді ер кісі темін дауса шығарып. Даусында тереңнен қозғалған бір өкініш бар сияқты. Әңгімеміз жаңа ғана жарасып келе жатқан сияқты еді. Оның үстіне бүгінгі түн өкінің мамығындай жұмсақ, тамылжыған әдемі түн екен. Сіз ақын ба едіңіз? Деді келіншек аздап таңғалғандай болып, қасын керіп. Жоқ, менің бүкіл өмірім математика. Әйтсе де поэзия мен математиканың арасында бір жақындық бар екені рас. Ол қандай жақындық? Баяғыда бір данышпан кісі айтыпты ғой, поэзия дегеніміз тапқырлық, ал математика ойлылық деп. Жүріңіз, анау сәкіге барып отырайық, деді келіншек. Аяғыңыз талған шығар. Олар қараңғыда абайлап басып келіп, аулада өсіп тұрған 3-4 талдың түбіндегі арқалығы жоқ жарымжан ағаш сәкіге тізе бүкті. Ал енді әңгімеңізді жалғастыра беріңіз. Келіншектің даусынан ойнақы бір наз есті. Деді ер кісі ернін жымқыра ойланып. Енді сізге не туралы әңгіме айтсам екен? Жаңағы, деді келіншек жұмсақ алақанын оның қолына қойып. Поэзия мен математика туралы айтыңыз. Ой, қайдағы поэзия, деді ер кісі өз-өзінен қысылып. Жұмсақ алақанын жылу қолынан өтіп жүрегіне жетіп жатқан тәрізді. Мен қарапайым ғана математикпін, ақын да, жазушы да емеспін ғой. Дегенмен бүгінгі түн көңілімді толқытып, өз қиялымда оянғанында ғажайып бір аралдың бейнесін көз алдыма әкелгендей. Қызық екен, ол қандай арал? Білесіз бе оны? Арал бейнесіндегі адам не болмаса да, адам бейнесіндегі арал деп айтуға болар еді. Бұл ой ер кісі мүдіріп қалды. Бұл қиял тағы да мүдірді. Бұл арман менің кеудемде баяғыда оянған. Оны сізге қалай бейнелеп, қалай жеткізсем екен? Түсіне алмайсыз ау дейсіз бе? Жоқ, түсінесіз, әрине түсінесіз. Түсінгенде қандай? Бірақ соны қабылдап аласыз ба, жоқ па? Сол жағын біле алмай дал болып отырғаным. Олай болса айтпай-ақ қойыңыз. Жоқ, деді ер кісі басын шайқап күлімсіреп. Оны сізге айтуым керек. Басқа ешкімге де емес. Тек сізге ғана айтуым керек. Ол өз қолының үстінде қойылған жылы жұмсақ алақанның сыртынан екінші қолымен аялай сипап әңгімесін жалғады. Білесіз бе? Апыр-ай, қалай бастасам екен? Білесіз бе, бүгінгі күн мынау астан-кестен, аласапыран тіршілік бәрімізді де шартты емес пе? Иә, қажытты ғой. Соң әлгі күнде қайталана беретін үй жұмыс үй деген жатанды маршруттан да мезі боп әбден жалықтық. Баяғы жастау күнімізде бұл дерт онша сезіле қоймаушы еді. Ол кезде сірә жекеміздің арқауы әлі босамаған. Мықты кезіміз болса керек. Кез келген отырыс, кез келген бас қосуда құрыстырысымызды жазып, іштегі шерімізді тарқатып жүре беретініміз. Бір-бірімізге деген әзіліміз де зілсіз, күлкіміз де кірбіңсіз еді.
Ал қазір мүлде басқаша болып кетті бәрі де. Кеше ғана бірге жүрген дос жаран, жол дос жораның бірі бай, бірі кедей бүгінде. Біріне менің қолым жетпесе, енді бірі менімен жүздесуден қорынып сырт айналады. Сөйтіп жүріп Құдай-ау, бай-байды, кедей-кедейді күндейді. Сенесіз бе, менде қазір адал дос, ақ көңіл жолдас қалмады. Кей күндері жұмыстан шығып, көше-көшені кезіп ұзақ қыдырамын. Алғашқыда дәл осылай беймәлім бағытпен, беймәлім мақсатпен жүре берсем, әйтеуір бір күні қарсы алдымнан мен іздеген, әлде мені іздеген беймәлім бір жұмбақ адам жолға кететіндей көрінетін. Бірақ өкінішке орай, оның бәрі де бос әурешілік болып шықты. Шынтуайтында келгенде, көше-көшедегі адам ағыстың ішінен басқа біреуді емес, тап өзімді іздеп жүргенімді ұқтым. Содан соң менің қиялымда әлі күнге дейін жан баласы ашпаған, адам аяғы баспаған бір оңаша аралдың, тыныштығы шайқалмаған қызылды-жасылды әлемнің суреті пайда болды. Сіз романтиксіз, деп жымиды келіншек. Романтиксіз. Біздің бәріміз де белгілі бір дәрежеде романтикпіз. Сіз айтқандай, әлі ешкім ашпаған, адам аяғы баспаған аралда аңсайтындар қаншама, бірақ ондай арал қалмаған болар жер бетінде. Амал қанша, сол баяғысынша ағыл-тегілі адам ағыстың арнасымен сіз де қалт-құлт етіп аға бересіз де қайтесіз. Ер кісі оны ерекше бір мейіріммен ықылыстана тыңдап алды да енді өз ойын жеткізуге асыққандай. Білесіз бе, деді сөзін қызбалана бастап. Білмеймін деп күліп жіберді келіншек. Ол деп аз-кем тосылып қалған ер кісі ежелгі әдетімен тағы да тамағын кенеп бір жөтеңкіріп алды. Ол мына сіз. Содан соң орнынан ұшып түрегеліп өзімен бірге келіншекті де қолтығынан демеп тік тұрғызды. Екеуі сүйісетін жандардай бетпе-бет келіп мұрын түйістіре қалды. Одан әлде бір шалт қимыл күткен келіншектің демі жиілеп көзін төмен салды. Қызықсыз, деді ақырын ғана. Мен арал емес адаммын ғой. Сіз, деді ер кісі де сабырлай сөйлеп. Мен үшін достық, сыйластық, махаббат аралысыз. Міне, мен сізді алыстан көріп асығып жеттім. Мына дүние мүлде өзгеріп жаңаша бір түрге еніп құлпырып сала берді. Ер кісі келіншекті құшағына тартып ерінен сүймек болып еді, бірақ ол басын алып қашып қарсылық білдірді. Жоқ, сіздің жүрегіңізде достық жоқ, сізге тек тыныштық керек. Маған сіз керексіз. Мен үшін достықта, тыныштықта, махаббатта сізсіз. Жоқ, деді келіншек басын шайқайта жымиып. Біз махаббат аралының тұсынан әлде қашан өтіп кеткен ескі кемелерміз. Достықта сол аралдың жағасында қол бұлғап қалған. Бізге ендігі керегі тыныштық. Тек қана тыныштық. Көп ұзамай оғанда жетерміз-ау. Ал, қош сау болыңыз. Мен сізді сүйем, деді ер кісі оны құшағынан босатқысы келмей. Ой, мұныңыз мүлде артық сөз енді. Ойланып айтсаңызшы, сіз 19-дағы бала, ал мен 17-тегі қыз емеспін ғой. Сізге телефон шалып тұруға бола ма? Келіншек иығын қосады. Қажеті қанша, деді содан соң әлденеден көңілі қалғандай. Маған сіздің даусыңызды естіп жүрудің өзі жеткілікті болар еді. Сонда қалай, боз баламен бойжеткен секілді бір-бірімізге телефонмен сыр айтысып отырмақпыз ба? Қалай десеңіз де, мен өз қиялымдағы оңаша аралды жоғалтып алмасам ба деймін. Оған алыстан болса да көз салып, ынтызар болып жүрудің өзі бақыт. Оңаша арал, деді келіншек қайталап. Ол сіздің ой қиялыңызды мүлде шырмап алған екен. Менің түсінуімше, сіз үлкен құрлықтағы қызметіңізді, атақ мансабыңызды, әйел бала шағаңызды уақытша тастап, өзіңіз ойлап тапқан оңаша аралға келесіз де, рақаттанып, демалып, шаршап жүрген жүйкеңізді тынықтырып, сосын қайтып кетесіз. Солай ғой? Ол тек сырттай қарағанда ғана солай. Ал шын мәнінде мен оған барлық көрген білгенімді, сезгенімді, жұртқа айтпайтын жасырын сырларымды алып келемін. Мына менің барлық құпиям, ішкі асыл қазыналарым сол аралда сақталады. Мен үшін одан артық дос та, махаббат та болмақ емес. Біле білсеңіз, менің бүкіл өмірімнің өзгелерден жасырын,
Өзімнен басқа ешкім білмейтін қызығы мен бақыты, мәні мен мағынасы да сол арал болып қалмақ. Түсінесіз бе? Ер кісінің даусы дірілдеп барып үзілді де ары қарай жалғастыруға демі жетпегендей ентігіп қалды. Әуелі бастың бір жағына қарай сәл қисайтып еліте тыңдап тұрғандай көрінген келіншек кенет «Жоқ», деді сап-салқын жауап қатып. Сіз өте қауіпті романтиксіз. Содан соң аясы кең, бота көзін тіке қадап сәл кідірді. Адам баласының робот, киборг, терминатор жасап алғысы келетін агрессорлардан сіздің қай жеріңіз артық? Олар адамнан темір жасағысы келсе, сіз арал жасап алмақшысыз. Ол сізді күтіп алып, барын алдыңызға тосып, жағдайыңызды жасап, ойыңызды тыңдап, ойыныңызды көтеріп, қалаған уақытыңызда шығарып салып, қол бұлғап қала бермек. Солай ма? Бірақ сіздің келуіңіз бен кетуіңіз сол аралдың өміріне өзгеріс әкеледі-ау деп ойламайсыз ба? Алыстан қарағанда тып-тыныш, бейбіт жатқан аралдардың да сырт көзге, әсіресе өзінен басқаны көрмейтін, өзімшіл көздерге байқала бермейтін тіршілігі, тағдыры бар. Ол да өз бақытының баянды болғанын, өз қазынасының босқа шашылмағанын, тек келіп кетуді ғана білетін саяхатшылардың табанына басылмағанын қалайды. Оны ескермейсіз бе? Тәңірім сақтасын, деді ер кісі. Мен сізге титтей жаманшылық ойлап тұрғаным жоқ. Бар болғаны өз көңілімнің қазынасын сіздің көңіліңіздегі қазынаға қоссам ба деп ем. Өзгеден жасырып өзім ғана пайдасын көрсем деген қазынада қасиет бола ма? Бір күні болмаса бір күні әлгі оңаша арал да өлі қазыналарын тірілтпек болып сізбен бірге құрлыққа келгісі келеді. Ал сонда қайтпексіз? Неге өтеді? Ол бұдан бұрында тып-тыныш өзімен өзі өмір сүріп жатқан арал емес пе еді? Білесіз бе? Деді келіншек ендігі әңгімені қалжыңға айналдырғысы келгендей күлімсіреп. Біз өмір сүріп жатқан мынау жерде бір кезде ғарыш кеңістігіндегі оңаша арал болған ғой. Содан соң Құдай жұмақ қызығынан жалыққан екі пендені, еркек пен әйелді осында келіп тастаған. Олардың ұрпақтары енді жердің қызығына тойынып, басқа бір әлем іздеп жүр. Жарайды, осы тұспалдағанымыз да жетер. Келіншек сәл шегініп тұрды. Мен сіз ойлағандай тып-тыныш, бейбіт жатқан арал емеспін. Одан гөрі қауіптірек құпия аралмын. Сондықтан саяхатшы мырза, әдейілеп келсеңіз де, адасып келсеңіз де қайтып кетер жол жоқ. Өйткені менің көңілімдегі арал барса келмес. Ер кісі сәл қозғалып, тағы да бірдеңе айтуға оқтала беріп еді. Келіншек оның алдын алып, ал енді қош сау болыңыз. Бүгінгі кеш өте жақсы өтті, деді. Ол үшін сізге көптен көп рахмет. Содан соң олар есік алдына келіп, тағы да қол алысып қоштасты. Мақтадай жұп-жұмсақ, жып-жылы алақан ер кісінің жүрегін жым еткізді. Жаным-ау, шынымен-ақ алыстап кетіп барасын дегенде бір қимас сезім жан дүниесінде бұлқынып қалғандай. Келіншек подъезге кіріп, туфлиі тықылдап жоғары көтерілді. Ол ішінен санап тұрды. 2-ші, 3-ші, 4-ші қабат. Айтқандай ақ сәлден соң 4-ші қабаттағы терезе жарқ етіп көзін ашты. Келіншек аядай ғана пәтеріне кіріп, дәлізде бір қолымен қабырғаға сүйеніп тұрып, туфлиін шешті. Сосын ішке өтіп, жұмсақ креслоға сылқ етіп отыра кетті. Өзім жоқта үй ішінде бір өзгеріп қалмады ма екен дегендей, телевизор тұрған бұрыштан бастап, ашық сары түсті гарнитур қойылған қабырғаны тұтас шаршаулы көзбен шолып өтті. Жоқ, бәрі де сол орнында. Ірістей өзгеріс байқалмайды. Тап-таза, тап-тұйнақтай. Өз үйім, өлең төсегім деген ой мизамдай қалқып өтті санасында. Басын әнтек шалқайтып, рахаттана көзін жұмды. Еркектерге ермек керек деп ойлады содан соң. Олар бізді ойыншық сияқты көреді. Ерінбесе қолын алып ойнап, қызығымызды таусылған күні лақтырып тастап жүре бермек. Әйтсе де әлгі бір әзірде ғана айтылған оңаша арал, құпия өмір туралы әңгімелер бәрібір көңіл түкпірінен орын алып, пеш түбіндегі мысықтай бұйығып қалып қойған секілді. Несі бар, басым бос, жалғыз іліктімін. Қала орталығында жылыда жайлы пәтерім бар. Көшеде кездейсоқ кезіккен таныс білістердің көзіне түсіп қалмаймын деп, бұқпантайлап келе жатқан байғұс саяхатшыға есігімді ашып, ешкімге көрсетпей кіргізіп алсам, мұнда біздің не істеп,
не қойып жатқанымызды кім біліпті? Сонда бұл жер оңаша арал болмағанда не болмақ? Ол өзінен өзі мырс етті. Соң орнынан жылдам көтеріліп, ваннаға кіріп, жуынып, шайынып шықты да, төсегін ашып жатып қалды. Бірақ таза ауада көп жүргендікі ме, әлде ертең күн жексенбі? Қанша ұйықтасам да өз еркім деген ішкі сенімнің әсері ме? Әйтеуір көңілі өрекпіп, бірден сабасына түсе қоймады. Әуелде әлденеге іштей қуанып, өзінен өзі жымиып жатса да, бірте-бірте бүгінгі кештің әсері суып, жан дүниесін жалғыздық торлай бастады. Шеті шегі көрінбейтін өмір мұхитының бір қиырында ұлы тіршілікке қосыла алмай, ұмыт қалған елсіз аралдай көңілі құлазып, мүжіліп жатқан тәрізді. Енді ойлап қараса, бұл аралға еркек кіндіктінің аяқ баспағанына да біраз уақыт өтіпті. Бұрын жиі келіп тұратын. Келген сайын көңілін көк теңіздей толқытып, бірде еркелетіп, бірде өкпелетіп, енді бірде жағалаудағы маяктай үміт отын жағып кететін. Ержігіттің телефон соғып, төбе көрсетпегеніне де міне 3 айдың жүзі болыпты. Ылғи да бір аяқталмайтын іс-сапарлар, аш-ішектей созылған алыс жолдар көбейіп кеткен секілді. Бұл телефон соға қалса қалада көп болмайтынын айтып ақталады. Бола қалғанның өзінде әрине хабарласпайды. Оның бұл ішкі бір жұмбақ түйсікпен, нәзік те сезімтал әйел түйсікпен сезеді. Алайда соның бәрін біле тұра, бұл оның бұрынғыдай хабарласқанын, 1-2 сағатқа болса да келіп кеткенін қалайды. Оның тіпті есіктен кірмей жатып, қарқылдап күліп, бүйірінен түртіп ойнап, давай деп тек бірсізденіп, төсекке қарай сүйретіп, есірік мінезінде сағынады. Неге сағынады? Бәлкім соңғы көрген қызығы болғандықтан ба екен? Әлде бауыр басып қалды ма? Білмейді. Әйтеуір ол өзінен бұрынғы саяхатшылардың бәрінде кейіп жарып келіп, көз алдында қасқайып тұрып алған секілді. Бәлкім бұл оның сол ожарлау мінезін ұнататын болар. Иә, солай шығар. Өйткені ол басқаларға қарағанда мұны ашық қызғанып, айналадағы жұрттан жасырмай, аңғал да адал көңілмен ұнатқан сияқты еді ғой. Бірде ол ресторанда биге шақырған жігітке жұдырығын ала жүгіріп, қызара бөртіп төбелесіп қала жаздады. Енді бірде одаймас болып келіп, бұл ішке кіргізбей қойған кезде есік алдына түнеп шықты. Ал алдыңғы жылы жаңа жылды қарсы алатын кеште көршілердің пәтерлеріне кіріп, шампан атып, даудырап бүкіл үйді басына көтерді. Содан бері осы үйдің өз адамындай араласып, тонның ішкі бауындай жақын болып кетті. Кенет есік қыңырауы бұлбұлдай сайрап қоя берді. Ойламаған жерден ұрлығы ашылып қалған жандай шошып кетіп, жалма-жан орнынан ұшып тұрды да кең халатын жүре киіп есікке қарай ұмтылды. Қазір деп күбірледі, ар жақтағы адам қашып кететіндей тек бір қашып. Ол тіпті ержігіт бұл сен бе деп дауыстап қала жаздап, ерін тістей қойды. Кешілердің бірі болып жүрсе қайтпек. Сонан соң есік көзінен сығалап қарады да, Құдай-ау, мынау жаңа ғана қоштасып кеткен кісі ғой деп шегіншектей берді. Ол әлі кетпеген екен-ау. Есікті ашарында ашпасын да білмей, самайына түскен бір уыс шашын қайта-қайта артына қайырып, аптырап қалды. Қолы қалтырап, жіңіске шынжырлы кілтке қарай созыла берді де, шоқ ұстағандай тартып ала қойды. Әлденеден үйреленгендей демі жегіліп, жүрегі дүрсілдей соқты. Есік қоңырауы тағы да сайрады. Жоқ, келіншек басын шайқап шегіншектей берді. Аздан соң басқышпен тырс-тырс етіп, төмен түсіп бара жатқан аяқ дыбыс естілді. Кетті-ау әйтеуір. Сіз сияқты саяхатшылар бұрында келген деп ойлады ол орнынан қайта келіп жатқан соң. Жайылып жастық, иіліп төсек болып көргенбіз. Бірақ соның бәрі де енді естелікке айналып, белгісі бір тұңғиыққа сіңіп кеткен елестер сияқты. Көрді ме, жоқ па, рас па, өтірік пе, өзі де білмейтіндей. Оның ойына жаңағы кісінің өзін оңаша аралға теңегені оралды. Бүгінге дейін мұхитты көрмесе де көз алдына шексіз көк айдын елестеп, сол айдынның бір қиырында кіп-кешкентай боп бұлдырап тұрған аралды көргендей болды. Сол аралы қазір құлазып, елсіреп тұрғандай. Апыр-ай, сен екеуміз тағдырлас екенбіз-ау дегендей бір аяныш сезім оянып, көптен бері қар басып, мұз қатып жатқан
жан дүниесін алтын күрек желдей кезіп, ел-сел қып ерте жөнелгендей. Көзіне жас үйірілді. Білесіз бе, біз өмір сүріп жатқан жерде бір кезде ғарыш кеңістігіндегі оның ашарал болған ғой деген өз сөзі кеудесіне жаңғырып қайта естілгенде. Бірақ ол да елсіреп, жалғыздықтан жалыққан соң жаратушы иемізден дәл осындай мазасыз тірлік тілеп алған болар. Ол әншейінде мына тіршіліктің тынымсыздығынан жалыққан болып, оңашалық пен тыныштық іздеуге құштар пенделердің түптеп келгенде сол тыныштық пен оңашалықтың үнсіз азабына бір күнде төзе алмасын ойлады. Иә, солай. Өйткені мұнда тыныштық пен оңашалық іздеп келген саяхатшылардың бәрі де төзімі таусылған күні өз құрлығына жетуге асықты емес пе? Әйтсе де ол өзінің шексіз өмір мұхитында неліктен жалғыз арал болып қалғанын түсінбеді. Өзге аралдар қызу тіршілік кешіп, өсіп-өніп, қара қазанда қайнап жатқанда, ол неге бір қиырда бөлек тұр? Ақ желкенің тура осылай қарап керіп, алыстан іздеп келетін ақ ниетті адал саяхатшы неге келмей қалды? Әлімсақтан бергі өмір заңына жүгінсек, бұл аралға да біреу иелік етіп, тіршілік жасап, ұрпақ өсіріп, уда шу болып жату керек емес пе еді? Ол өзінің неден, кімге жазықты болғанын түсіне алмай, расында да алыста ұмыт қалған аралдай жалғызсырады. Кенет оның көз алдына баяғыда осы аралға ынтығып, аңсап жетіп, жолы болмай көңілі қайтқан бозбала саяхатшы оралды. Еш қулығы жоқ, тұп-тұнық көздері күлімдеп келіп, сол бұрынғы сүп-сүйкімді түбіт мұрт бала қалпында ұяла үн қатып. Қабылбек екеуміз жатақханаларда әзер таптық. Никольский базардың ар жағында бір шығамыз, бер жағына бір шығамыз. Сөйтсек мына бұрышта ғана тұр екен ғой. Я, сабақ қалай? Студент болған қызық шығара, дейді бұдан көз алмай, сүйсіне қарап. Жүріңдер, киноға барайық, қасындағы бірге жататын дос қыздарынды да ертіп шық. Содан соң сендер ауылға қалай қайтасыңдар? Дейді мектепте бірге оқыған балалардың өзін іздеп келгеніне қуанып, жатақхананың алдында тал шыбықтай майысып тұрған бұның көңілі алаңдап. Кинодан шыққанда кеш боп кетеді ғой, ал біздің жатақханаға түнде бөтен балаларды кіргізбейді. Жоқ, біз ертең қайтамыз, бүгін осындағы бір туысқан ағайымыздікіне барамыз. Кейін білді, бұл қалада олардың ешқандай да туысқан ағайлары жоқ екен. Сол күні екеуі вокзалға түнеп шығыпты. Ал кинодан қайтып келе жатқанда құрбы қыздары бұларды әдейі бөлектеп, оңаша қалдырып кеткенді. Әттең, сендермен бірге студент бола алмағаныма өкінемін, деді ол біртүрлі мұңайып. Мені осы көктемде әскерге шақырып жатыр. Алдағы айда мамырда алып кетеді. Сосын ол қалт тоқтай қалып, мұның қолынан ақырын ғана батылсызда ұстап тұрып, мектепте оқып жүрген кезден бері жақсы көретінін, қазір де күндіз-түн ойлап қатты сағынатынын айтты. Күтесің бе мені, деді даусы дірілдеп. Бұл да ұялшақ жас қыздарға тән әдетпен көзін төмен салып, сәл үнсіз тұрып, «Иә», деді сыбырлап. Ол кезде расында да сол бір бозбала жігітті іштей ұнатушы еді. Бірақ күте алмады. Оның әскерден жазған сағынышқа толы хаттарын жиі алып тұрды. Әуелі өзі де жүрегі лүпілдеп, көзіне жас алып отырып жауап жазды. Дегенмен бірте-бірте мұндағы өмірдің қызығы, үй кештерінде танысқан сері жігіттердің тәтті сөзі мен ыстық дем 18-ге жаңа толған бойжеткеннің кеудесіндегі алғашқы балаң махаббат отын үрлеп өшіріп, бас айналдыратындай сиқырлы да қараңғы дүниеге жетектеп алып кетті. Әскерден оралған соң сүйген қызынан салқын жауап алып, сол бір кинотеатрдың жанындағы саябаққа темекісін тартып, үнсіз отырып қалған балаң жігітті бұл содан бері есіне алмағанды. Ол баяғы бір кезде көрген таныс сурет, қызық естелік сияқты болып қана қалған. Өз өмірінің өткен шағын ойлағанда, көбіне көп студенттік жылдарда өзін өкінішке қалдырып кеткен сұлу жігіттің бейнесі оралатын көз алдында. Сол сонау бір кезде гүлге оранып, құлпырып тұрған аралға келіп, біраз күн тұрып, ұнатып, енді осында тіршілік жасап, мекендеп қалу үшін керек жарақтары мен жүктерін алып келуге кетіп, қайтып оралмай қалған опасыз саяхатшыға ұқсайтынды. Одан кейін де жаздағы демалушылар секілді уақытша келіп қызықтап көргендер болған. Бірақ бүгін араза ұзақ жылдар өткенде солардың бәрінде ниеті бұзық, қара ниет қарақшылар екенін,
Ал бұл аралға шын ниетімен, ақ адал көңілмен келген тұңғыш саяхатшы өзі екенін анықта айқын сездіріп, сол бір балаң жігіттің бейнесі келіп тұрғандай. Терезеден ағараңдап атқан таң белгісі біліне бастады. Түні бойы көз ілмеген келіншектің жанарынан мөлдіреп бір тамшы жас үзіліп түсті.